Қош келдің Рамазан деген жазуы бар әдемі жалаушаларды 3 минутта жасап үйренгіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші Pinterest немесе Яндекске кіріп, Флашкина Рамадан деп жазсаңыз, сізге неше түрлі жалаушалардың түрлерін шығарып береді. Сол жерден өзіңізге ұнаған жалаушаны көшіріп аласыз. Скачать изображение деген бассаңыз, галереяңызға сақталады. Егер Pinterest'тен көшіргіңіз келсе, оны сіз Play Market'тен көшіріп алсаңыз болады. Енді біз растяжкеге немесе жалаушамызға текст жазу үшін Picsart деген программаны Play Market'тен көшіріп аламыз. Picsart программасына кіргеннен кейін төменгі жақта плюс батырмасын басу арқылы бірінші A4 размердегі ақ фонды қойып аламыз. Енді төмендегі плюс батырмасын басу арқылы добавить фото деп бағана көшіріп алған растяжкемізді қоямыз. A4 размерге туралап, созыңқырап, растяжкемізді туралап қойып аламыз. Шетіндегі стрелкадан тарту арқылы тураласаңыз болады. Енді төменгі сол жақта плюс батырманы басу арқылы текст деген батырманы басып, ең бірінші әрпімізді жазып бастаймыз. Әріптерді қалай бірдей жазамыз деп ойласаңыз, ең бірінші әріпті жазған кезде сіз қандай көлемде жаздыңыз, соны қарап көзіңізбен жаттап алсаңыз болады. Текст батырмасына кіріп, ең бірінші Р деген әріпті жазамыз. Және оны төменгі жақта шрифтін өзгертуге болады, үлкейтуге, кішірейтуге болады. Және обводка деген бар, сыртына басқа түстер арқылы бояуға болады, түстерін өзгертуге болады, өз қалауыңыз бойынша өзгертсеңіз болады. Ал мен бұл әріптің түсін золотистый қылғым келеді, яғни алтын түстес, сол үшін цвет дегенге кіріп, төменгі жақта текстура деген бар, соған кіру арқылы плюс деген батырманы басып, алдын ала Яндекстен жүктелген золотистый фонымды таңдаймын. Ол золотистый фонды да Яндекске фон золото десеңіз шығады, мен осылай алдын ала көшіріп алдым. Енді әрпімізді золото түске айналдыру үшін цветке кіреміз. Текстура деген басамыз, плюс деп жаңа золото фонымызды таңдаймыз. Міне золото түске айналды. Енді әрпімізді үлкейтіп, кішірейтіп, өзіңізге керекті размерде әдемілеп қойып аламыз. Әріпті жазып болғаннан кейін жоғары жақтағы стрелка батырмасын басу арқылы галереямызға сақтап аламыз. Енді екінші әрпімізді жазамыз. А деген әріпті текст батырмасын басу арқылы А деген әріпті тура бағанағыдай жазып, түсін өзгерту үшін цвет дегенге кіреміз. Одан кейін текстура плюс батырмасын басып, золото фонды таңдаймыз. Екінші әріпімізде дайын болды. Жоғарыдағы стрелканы басу арқылы галереямызға сақтап аламыз. Барлығын дәл осылай жазып шығамыз. Дайын болған растяжкиді қырқып, жоғары жағын дыраколмен тесіп, лента өткізіп, үйіңізге іліп қоясыз. Менің видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.